Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Өте дәмді рецепт түсірдім қыздар, қараңыздаршы. Үйде ет жоқ болып қалған жағдайда қалған заттары ылғи да үйден кездеседі. Құрамы қарапайым, сондай рецепті аяғына дейін көріп, және каналыма тіркеліп пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрине сіздермен бірге мен Ақжарқын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын илеп аламыз. Қамырды жұмсақырақ илесек жақсы болады, өйткені өте жұқа жайғанға ыңғайлы болу үшін көз мөлшермен алдым. Өзіңіздің отбасыңызға қарай өлшеп аласыз. Кәдімгі тұзды суды жай ғана тұзды сумен қамыр илейміз. Қамыр қатты болып қалмас үшін жаңағы илеген кезде осылай қатты баспасаңыздар болды. Жай ғана осылай илесе қамыр жұмсақ болады. Сосын тұзын азырақ салсаңыздар, сол кезде қамыр жұмсақ болады. Қамырды илеп болдық, осындай жұмсақ қамыр болды. Енді 5-6 минут демалдырып қоямыз, одан кейін тағы да бір басып қоясыздар. Салафанға салып қойсаңыздар болады, немесе осындай қақпағы болса, қақпағымен жауып былай алып қоямыз. Енді арасына салмасын дайындап аламыз. Біз 3 түрлі салмадан, яғни начинка ғой, жұмыртқаны қуырып аламыз жеке, және картопты салма болады, пиязбен бірге қуырамыз, және сырды өзін ғана өткіштен өткізіп салатын боламыз. Картопты тез пісу үшін сақтап төртбұрыштап турап аламыз. Немесе картопты асып алып, жаңағы езіп салсақ та болады, бірақ та қуырып жасаған өте дәмді болады жеке. Осылай сақтап турап аламыз. Барлығын турап алдық. Пиязды да сақтап турап аламыз. Табамызға өте аз май құйып алдық. Енді пияз бен картопты қуырамыз. Картопты саламыз. Қос кішкене қара бұрыш сепсеңіздер болады. Және осыған зелень қосып жіберсе де болады. Үйде қандай зелень бар мысалы. Менде қазір болмайды, картоппен пияздан ғана жасаймыз. Қара бұрыш септім, және кішкене паприка қосып жіберсек болады. Әдемі түс беру үшін. Енді қақпағын жауып, орташа отта картоп жұмсарғанша пісіріп аламыз. Екінші жағынан жұмыртқамызды пісіріп аламыз, яғни қуырып аламыз. Өте аз май құямыз. Тұз себеміз. Жұмыртқа жылдам қуырылады, білесіздер ғой. Әртүрлі начинка болғандықтан әрқайсысын жеке қуырып аламыз. Қуырылып болғаннан кейін осылай ұсақтап жіберіңіздер, кішкене, өйткені 2-3 қамырға жеткізу үшін, ато ірі болып кетеді. Сырды ұсақ теркадан өткізсеңіздер жақсы болады. Сырдың барлығын өткізіп алды. Қамырымыз жақсылап тынып тұр. Енді ұсақ бөлшектерге бөліп аламыз.
кішірек қыламыз және жұқа қылып жаямыз. Қамырды жұқалап, ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Енді суыған жұмыртқамызды осылай бір шетіне қарай саламыз. Кәдімгі чебурек, пирожкиға тәріздес. Қамырды екі бүктеп, шетін осылай бірінші біріктіріп аламыз, қаттылап жабыстырып, ашылып кетпес. Және әдемі узор жасайым десеңіздер, осындай вилкамен де осылай басып шығуға болады. Енді сырды саламыз. Жауып, осылай біріктіріп, қамырды жақсылап ашылып кетпес үшін. Шетін жаңағы вилкамен басқаңыз келмесе, онда біркелкі етіп кесіп алу үшін осылай тарелканы да қолдануға болады. Осылай бастырып аламыз. Және артық қамырларды кесіп аламыз. Артық дейтінде өте артық қамыр жоқ, бірақ сонда да біркелкі әдемі шығады. Осылай істеп аламыз. Енді картопты начинкамен көрсетейін. Картопымызды салып алдық. Тағы да жақсылап жауып шығамыз. Және тарелканың көмегімен артық қамырды алып тастадық. Енді құрғақ табада алдымен табамызды қатты қыздырып аламыз, одан кейін орташа отқа, яғни осындай құрғақ табаға пісіреміз. Екі жағын аунатып отырып, бір жағы піскен кезде екінші жағына аударамыз. Астын көреміз. Сарғайып піскен кезде екінші жағына аударамыз. Неке осылай піседі құрғақ табада. Өте дәмді болады, достар. Майға қуырғаннан көрі духовкаға пісірсек, мысалға құрғақ болып қалады. Ал осылай табада пісіріп берсеңіздер, өте дәмді. Екінші жағына аударамыз. Бұлай шеттерін кішкене басасыздар, осындай лопатканың көмегімен табаға тигізіп, кішкене пісу үшін, шикі болып қалмас үшін. Қатты осылай көтеріліп кетсе, шеттері тимей қалады ғой, сондықтан бұлай ауа кіргізіп, кішкене тіс шұқығышпен осылай кесіп қойсаңыздар болады. Қамыр жұқа, негізі тез піседі. Дайын болды. Енді табадан шығара салған кезде ыстықтай осылай сармаймен жағып шығамыз вилкамен. Яғни жұмсарады, әрі өте дәмді болады сармаймен. Достар, ұнап жатса, рецепт міндетті түрде балаларыңызға, отбасыңызға пісіріп беріңіздер. Өте дәмді, сондай. Артық майы жоқ. Кез келген начинкамен пісіріп бере аласыздар. Ет болса, фаршпен де, жаңағы піскен фаршпен пісірсеңіздер де өте дәмді болады. Келесін пісіріп алдық. Барлығына осылай май жағып шығасыздар. Ыстықтай. Жұмсақ әрі дәмді болады.
бір жағынан қамыры лавашты пісіреміз ғой, сол сияқты піседі. Өте дәмді болады. Пісіріп көріңіздер, пікір қалдырыңыздар, қыздар, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер, рецепттермен таныстарыңызбен бөліссеңіздер болады. Яғни видеоның ссылкасын өз таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Сары балам қазір сіздерге дәмін айтып береді. Ну-ка, Бекош. Анда қандай начинкамен? Картошка. Картошкамен. Дәмді ма? Бағана сырым біреусін жеп алған Бекош, иә? Жаным менің. Дәмді өте. Аз болсын. Менің честный дегустаторларым ғой, шын бағасын береді. Арасын қазір сіздерге көрсетемін. Арасын көрсетейін сіздерге. Мынау жұмыртқамен. Өте дәмді, сондай, мен аузым ораза. Қамыры сондай жұмсақ, сыртына сармай жаққаннан кейін жылтырап, сондай тәбет ашарлық болып тұр, иә, қыздар? Түкте қиын емес жасалу, жасап көріңіздер. Мен сіздерге қазір сырмен көрсеткім келіп тұр. Міне мынау сырмен. Өте дәмді, балаларға тіптен ұнайды. Картоппен Бекош жеп отыр мынандай.